18.000 ғаламтор. Бермуд үшбұрышы. Тағы да оны шайтан үшбұрышы деп те атайды. Осы құбылыстың бар екендігін мойындамайтын қазіргі заман географиясы бұл атаулардың екеуінде ресми ат деп есептемейді. Ал басқаларға Бермуд үшбұрышы тарихынан сыр шерткен сайын әлемнің жаратылысын білуге болатын мистикалық жұмбақ саналады. Жүздеген кемелер мен ұшақтар, сонымен қатар мыңдаған жолаушылар жоғалып кеткен жердің территориясы Флориданың оңтүстік бөлігі мен Пуэрто-Рико және Бермуд аралдарының аралығындағы 4 миллион шаршы километр жерді алып жатыр. Егер картада аталған үш нүктені жалғай өткен сызық сызсаңыз, жұмбақ пен құпияларға толы мекен Бермуд үшбұрышының аумағын көруге болады. Алайда Бермуд үшбұрышы деген терминді бірінші болып 1964 жылы америкалық жазушы Винсент Гаддис ойлап тапты. Және журналға мақала жазғанда дәл осы сөзді пайдаланған. Ал осы уақытқа дейін адамзат бұл сөзді қолданбаған және білмеген. Осы сәттен бастап бұл терминге жалпы Бермуд үшбұрышы локациясына деген қызығушылықпен назар өсе берді. Көптеген мақала, кітаптар, деректер шыға бастады. Бермуд үшбұрышында жоғалып кеткен кемелер мен ұшақтардың нақты саны белгісіз. Сонымен бірге көптеген кемелер мен ұшақтардың қалдықтары бүгінгі күнге дейін табылмады. Бұл аймауытта болып жатқан түсініксіз оқиғалар туралы алғашқы есептер 19 ғасырдың ортасына жатады. Эллен Остин кемесі 1881 жылы Лондоннан Нью-Йоркке бара жатқанда экипаж Бермуд үшбұрышында жүзіп бара жатқан бортында экипажы жоқ желкенді кемені байқайды. Капитан Эллен Остин табылған кемені сүйреп алып кетуге бұйрық береді. Бірақ көп ұзамай кемелер теңіз дауылынан адасып кетті. Бермуд үшбұрышын қоршап тұрған ең танымал жұмбақтардың бірі Мария Целесте кемесімен байланысты. 1878 жылы бортында экипажы жоқ кеме Португалия маңынан табылды. Сонымен бірге жүзуге дайын болып көрінген бригантин түсініксіз себептермен экипажды тастап кетті. Кемеде жүкте, азық-түліктер де ешкім тиіспеген күйінде жатты. Кейіннен кеме экипажының жоғалуы Бермуд үшбұрышы арқылы жүруімен байланысты болды. 1918 жылы наурызда американдық алып циклоп танкері Бермуд үшбұрышы арқылы жүзу кезінде жоғалып кетті. Бразилиядан ақш-қа келе жатқан кеме 309 экипажды сондай-ақ мыңдаған тонна марганец кенін тасымалдады. Көлік кемесі рейске шыққаннан кейін ешқашан көрінбеді. Іздер де табылған жоқ. Экипажы мен жолаушылары бар кеме Бермуд үшбұрышындағы ең үлкен адам шығынының бірі болып саналады. Тағы да Бермуд үштағанында ғайып болғандар жайлы Associated Press журналының тілшісі Эдвард Вайн Вайнкл атап өткен болатын. 1950 жылы өз мақаласында Эдвард осы территорияны шайтан теңіз деп атаған болатын. Тіркелгендердің ішінде ең танымал жағдайлардың бірі ол ақш әскери теңіз күштерінің 5 әскери ұшағының жоғалуы. 1945 жылы желтоқсан айында Эвенджер бомбалаушы торпеда тастағыш бөлімі еш хабарсыз жоғалды. Және 14 адамнан тұратын экипаж да хабарсыз кеткендердің қатарында. Іздеу барысында не ұшақ қалдықтары, не адам денелері табылмаған. Экипажбен байланыс үзілмес бұрын командир бөлімі Тейлор лейтенант түсініксіз жағдайлар мен навигациялық жабдықтарының жаңылысуын хабарлаған. Басқа ақпарат көздерінде командирдің «Біз Ақсуға еніп барамыз» деген хабарлауында мұхит бетінің аномальды өзгеруі айтылды. Іздеуге жіберілген ұшақ тобының ішіндегі Мартин Маринер қайта оралмады және табылған жоқ. Бір ескерелік жайт, қазір ғалымдар Бермуд үшбұрышының құпиясын Атлантида аңызымен байланыстырып отыр. Ұлы Платон өз еңбектерінде 9000 жыл бұрын апат кезінде жойылған Атлантида мен оның тұрғындары атланттар жайлы жазып кеткен болатын. Жойқын жер сілкінісі тұтас бір континент пен ұлы цивилизацияны жер бетінен бір жолата жойған болатын. Атлантида аңызын зерттейтін қазіргі ғалымдар атланттардың энергия көзі болып саналатын әлде бір кристалдар қолданғандарын айтады. Және ғалымдардың болжауынша сол кристалдардың бірі немесе бірнешеуі Багам аралдары төңірегінде тереңдігі 1,5 метр жерге көмілген. Бір қызық апаттардың көбі дәл сол төңіректе болады екен.
Ғалымдардың болжамына сенетін болсақ, аталған энергия көздері электронды жүйелердің, құралдардың және навигация жабдықтарының негізсіз бұзылуының басты себебі. Бермуд үшбұрышының жұмбақтарын шешу жолында техникалар мен адамдардың жоғалып кету себептерін анықтайтын көптеген теориялар құрылды. Экипаждардың көмек сигналын жіберуге үлгермей жоғалып кеткен жағдайларда аз емес. Альберт Эйнштейн, Мичио Како секілді ұлы физиктердің жұмыстарына сүйене отырып көптеген нұсқаларда ұсынылды. Соның ішінде метандардың теңіз түбіндегі қорының мол болуы. Бұл гипотезаға сәйкес, теңіз бетіне шығатын газ көбіктері су тығыздылығын қатты төмендетіп, кемелердің теңіз түбіне өте жылдам батуына әсер етеді. Эксперимент түрін мұндай мүмкіншілік дәлелдеген. Кеме метан шығарылған жерге жетісімен, шынымен де теңіз түбіне өте жылдам бата бастайды. Бірақ мұндайға қол жеткізу үшін көпіршік минимум батып бара жатқан кеменің көлемімен бірдей болу керек. Алайда мұндай көлемді метанның болуы екіталай. Олар Атлант мұхитының әртүрлі жерлерінде табылған. Бірақ соған қарамастан, олардың қоры кеме жоятын мөлшерде емес. Басқа нұсқаларға қарайтын болсақ, кемелердің апатқа ұшырауының себебі кезбе толқындар деп аталатын өте сирек кездесетін құбылыс. Олардың биіктігі теңіз бетінен 30 метрге дейін жетеді. Кезбе толқындарының пайда болуының басты себебі ретінде мұхит астындағы жер сілкінісі қарастырылады. Аталған толқындар өзіне бөгет болған кез келген кемені қирату мүмкіндігіне ие. Солай болсын. Бірақ ұшақтар ше? Осы сұраққа келгенде ғалымдардың көбісі тығырыққа тірелді. Қалай болғанда да Бермуд үшбұрышы адам ойын әлі күнге дейін дүрліктіруде. Соған қарамастан әлемнің үздік ғалымдары осы феноменнің құпиясын ашу мақсатында түрлі болжамдар құруда. Кейбір ғалымдар Бермуд су астында пирамида орналасқан және барлық мистикалық жағдайлар дәл осы себептен болуы мүмкін деп мәлімдеді. Тіпті телеарналарда документалды фильмдер түсіріліп көрсетілген болатын. Бірақ пирамидаға келгенде дайверлердің камерасы әртүрлі су асты құбылыстарының кесірінен зақымданып, бұзылып қала берді. Яғни пирамиданы суретке түсіріп алу мүмкін болмады. 1974 жылы лингвист Чарльз Берлиц Бермуд үшбұрышты атты кітабын жазып шығарады. Бұл кітапта жұмбақты түрде ұшақтар мен кемелер ғайып болғандары туралы, яғни бұл құбылыстардың себебі өзге ғаламшарлықтардың алып кетуі мен өзге ғаламға көшіп өтуі деп жазған болатын. Бұл мистикалық құбылыстардың себебін Колорадо штаты университетінің Стив Миллер жетекшілік ететін ғалымдары түсіндіріп берді. Мамандардың болжамы бойынша кемелер мен ұшақтардың жоғалуына теңдессіз метеорологиялық құбылыс жарылатын 6 бұрышты бұлттар себеп болған. Ғалымдар оларда ауадағы бомба ретінде сипаттады. Осындай ауа ағыны соқтығысып, ұшақтар мен кемелерге қауіпті жоғарғы турбулентті аймақ құрады. Сол себепті осы үшбұрыш айналасынан өткен заттың бәрі су түбіне кетеді. Ал бұл маңайдағы су асты өте терең. Ол тереңдікке түскен кез келген нысанды табу өте қиын. Кейде тіпті мүмкін емес. Әлем бойынша жыл сайын суларда қаншама кеме, ұшақ апаттары орын алады. Және Бермуд үшбұрышынан да қауіпті локациялар да бар. Бірақ неге дәл осы Бермуд үшбұрышына деген қызығушылық барлығынан да мол? Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Әлде жоғарыда айтып кеткенімдей, жазушы лингвистер мақала немесе кітаптар жазып шығару арқылы елге осы мистикалық құбылыстар кеңінен тараған болуы мүмкін бе? Ал сіздер қалай ойлайсыздар?